Өміріңізде сатып алған ең қымбат затыңыз қандай? Ең қымбаты сатып алған ең қымбат затым ол менің ұшақ. Ұшақ па? Иә. Сұраққа бірден жауап бермей ойланғаның қызық екен. Иә, бірақ бұл рас. Онда шағымды айтып берсем. Менде 30 жасымнан бастап өз ұшағым бар. Яғни 10 жыл болды. Бірақ оны осыдан бір жыл бұрын жақсырақ жаңа үлгіге ауыстырдым. Қазір менде Global Express ұшағы бар. Қазіргі уақыттағы өмір мен ақшаға байланысты не айта аласың? Ақша ол сізге материалдық дүниелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл әзірге бұл жақсы. Бірақ қазір мен өмірімнің сондай бір кезеңіндемін. Маған бұлардың ешқайсысы маңызды емес. Мен өмірімнің келесі кезеңін мұндай қымбат шығындарсыз өткізгім келеді. Себебі менің армандарым орындалып қойды. Жасым 20-30 аралығында болғанда көліктерді, басқа да қымбат заттарды жақсы көретінмін. Қазір ол құштарлық жоқ. Жеке ұшақты да тек қажеттілік пен жайлылық үшін алдым. Өйткені мен қарапайым адам емеспін. Кәдімгі әуежайларда еркін жүре алмаймын. Сондықтан бұл мен үшін жай ғана қолайлылық. Солай ғана мен тиісті уақытымды ойдағыдай жүзеге асыра аламын. Бұл отбасылық және карьера жағынан да маған ұшақ пайдасын тигізе алатынын айта аламын. Осылайша мен екі жаққа да көңіл бөле алдым. Осыған байланысты сөз бар еді. Қазір есіме түсірейін. Ол көмектесші маған. Оның сөздері есіме түсті. Яғни ол, адамдар 40 жастан асқаннан кейін ғана өмірді шынайы түсініп, анық сүре бастайды. Бұл Карл Юнгтың сөзі. Автор айтқандай, мен өзім дәл қазір сондай сезімде жүрмін. Тек бақытты болып, бұл қазір маған осы өмірімнен ләззат алу болып тұр.